Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа жылдық салаттың, ерекше салаттың рецептімен бөлісемін. Бұл салаттың атауы жаңа жылдық ойыншықтар деп аталады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, салаттың құрамы өте қарапайым. Бізге асылған тауықтың еті, ірімшік, қайнатылған картоп және қайнатылған жұмыртқа болса, біздің салатымыз дап-дайын болады. Ең алдымен ыдысымызға ұзынша етіп туралған тауық етін саламыз, одан кейін ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Ірімшікті кез келген үккіштен өткізе беруге болады. Одан кейін бір жұмыртқа немесе екі жұмыртқа қосуға да болады. Мен бір жұмыртқа ғана қостым. Оны да үккіштен өткізіп аламыз. Достар, сіздерге де осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай әрі дәмді, дастарханыңыздың көркін ашып тұрады. Достар, одан кейін картопты да үккіштен өткізіп аламыз. Мен үлкен бір картопты қолдандым. Сіздер шағын екі картоп қолдансаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді дәміне қарай тұз бен қара бұрыш салып, 2 ас қасықтай майонез немесе қаймақ қолдансаңыздар болады. 2 ас қасық көлемінде салып, жақсылап араластырып аламыз. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жаңа жылдық дастарханыңызда осы салаттың болғанын қаласаңыз, видеоны соңына дейін көріңіз. Достар, мінекей біз салатымызды әзірлеп алдық. Енді аз ғана мөлшерден ала отырып, осындай шариктер жасаймыз. Өте тез жабысады. Достар, келесіде менің жаңадан шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, шариктерді өте үлкен етіп емес, шағындап жасауға кеңес беремін. Мінекей біздің шариктеріміз дайын. Енді келесі кезекте осы дайын болған шариктерді әртүрлі көкөніспен әсемдейтін боламыз. Енді дайын болған шариктерімізді әсемдеу үшін бізге асылған қызылша, өте ұсақ етіп туралған көкпияз және асылған сәбіз қажет болады. Сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткізіп алдым, ал аскөк пен көкпиязды өте ұсақ етіп турап алдым. Достар, енді осы видеода көріп тұрғандай етіп, біз жаңа жылдық ойыншықтарымызды әсемдейтін боламыз. Әртүрлі түсте шығады. Қазір соңына дейін көрсеңіздер, өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міне мен асылған сәбізбен сыртын әсемдеп жатырмын. Бірден жабысады. Достар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет. Келесі кезекте мен аскөк пен укроп өте ұсақ етіп туралған жаңа жылдық ойыншықты осылай аскөк пен көкпиязбен әсемдеймін. Егер сіздерге аскөк, көкпияз ұнамайтын болса, барлығын сәбізбен немесе асылған қызылшамен де әсемдей беруге болады. Жаңа жылдық дастарханыңызда өте әдемі түс беріп, әдемі қылып тұрады. Сол үшін сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Келесі кезекте енді мен қызылшамен әсемдейтін боламын. Қараңыздар, видеода көргендей етіп, тура осылай жасасаңыздар, бірден әдемі болып шыға келеді. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, салатымызды әсемдеп болғаннан кейін холодильникке 30-40 минутқа салып алуға кеңес беремін. Одан кейін қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Мінекей аз ғана уақыттың ішінде біздің салатымызда дайын. Мен жасаған көлемнен 15 шарик дайындалды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер көп жасағыларыңыз келсе, қолданылатын азық-түлікті 2 есе көбейтулеріңізге болады. Қазір мен дәмін көретін боламын. Өте дәмді, керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басыңыздар.